Бастаймыз, шашамыз. Екі пистолетпен шашамыз, Диас екеуміз екі жақтап екі саплон таңдаймыз. Бір аппаратқа екі пистолет қосу үшін андай тройник қосамыз. Біздің сызық қалып тұр бәрі, ұнап тұрған жоқ ана. Сен не жақты еп қара? Қабырға кім сүйіп кеткен? Вообще сызбайды екен, өсі? Бірақ алыстан ұста деп айтып тұрған ғой. Андан краскың біраз боланып кетті. Америкадан шыққан Гракон саплос қалды. Ой, Диас сен осы білмейтін болса ғой. Қошмамбет миллион массысың өсі. Қызық, е? 595 ливка шаша деген. Біз оны тек краскіге деп айтып жүрміз. Морозный сияқты деген. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздерге мына аппарат туралы видео түсіріп беретін боламыз. Бұл видеода бұл аппарат қандай краскалар шашалады, екі пистолетпен краска шашалама, немесе бұл аппаратпен ливка шашуға болама, күші қаншалықты екен, осындай сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Және де бізде өткен видеодағы тексерілмей қалған екі сапло бар. Және де маған ұнаған екі мықты саплоны тағы да тексеріп көретін боламыз. Сөйтіп біреуін таңдаймыз. Сол үшін видеоны аяғына дейін көріңіздер, сіздерге міндетті түрде қызық болады деп ойлаймыз. Ендеше бастаймыз. Киім қайда? Бүгін бізге видеоға Диас қосылады. Екі пистолетпен шашамыз, Диас екеуміз екі жақтап екі саплон таңдаймыз. Соны көрейік, кім қалай краскілейді. Саплоға байланысты ма, или краскілеген адамға байланысты екен көрейік. Әдінше мына аппаратты алайық, бұған рахмет. Ризамыз, жап-жақ жұмыс істеп берді. Айтпақшы, эмульсияларымызды кеше осылай қалдырып кеттік, ашық беті, бірақ бетіне су құйып кеттік. Су құйып қойсақ қатпай тұрады деп айтты әйтеуір. Бір аппаратқа екі пистолет қосу үшін андай тройник қосамыз. Тройникті аппараттың түбіне жалғаса да болады, немесе бір шланг жалғап барып, содан екіге бөліп алып кетсе де болады. Біз солай бір шланг жалғап барып, ары қарай екі шлангқа жалғадық. Ары бері жүргенге ыңғайлы болсын деп. Пистолетін дайындайынша. Су болып тұр. Сенкі жалпақта болады екен, не? Бұл краска бітті. Біздің сызық қалып тұр бәрі, ұнап тұрған жоқ ана. Қазір қабырғаға шашып көрейікші мүмкін, темір болғасы сөйтіп тұр мүмкін. Қабырғадан көрейік қазір. Сызық қалдырмаған дұрыс еді, неге саплоның не шетінде? Сызық қалып кетіп тұр. Ол сызық бірақ краскілеп болған кезде соңында көрінбей де қалатын сияқты. Ne oldu? Bazar yok. Sen niye yaktı yukarı? Bunun adı da süt duru. Tabii şaşa biri kepkesini özgürlük edecekler mümkün.
Мынау тірі жаман көрдің сызықтармен. Кішкене кепкесін тағы бір слой бетіне шашып көрейік. Кепкенен білмей кететін шығар мүмкін. Елдің бәрі осылай краскілеп жүр ғой. Күтейік. Сабыр төбе сары алтын деген. Мынау ашық цветтің үстінен мынау қараңғы жақсы көрінеді екен иә сызықтар иә? Жаман көрінеді. Иә, олай да болды. Қабырға кім сүйіп кеткен? Сызық көрінбей кетеді ғой, Диас, қарашы. Сені сызық қалмады, әдемі болып шықты ғой. Сенің кепкені күтіп жатырмыз. Күтіп жатырмын, айғыз болып. Сызықтар көрінбей кетті? Сызықтар көрінбей кетті? Жоқ, ол кепкеннен вообще көрінбейді. Сызық қалдырмады, иә? Вообще сызбайды екен, өсі? Сындық болған деген қарасыш, идеально сық қамады болды. Көрді. Қайны? Жақсы болса көрінеді, қалың. Кепкенен білінбей кетеді ғой. Иә, кепкенен білінбейді. Бірақ алыстан ұста деп айтпаған ғой. Андан краскың біраз болған кетті. Енді басқа сапулармен де олай краска еткен сызық түсінетін ғой. Жалпы краскілегеннен кейін білінбейді кепкеннен кейін. Не бар? Онда қазір липкасы дайындау керек, иә? Сонымен бізде бар сапулардың барлығымен шашып тексеріп көрдік. Өкінішке орай барлығында сызық бар. Ол сызық әрине кепкеннен көрінбей кетіп жатыр, бірақ сызық қалмағаны тіптен дұрыс болар еді. Енді тексеріп көрмеген тек Америкадан шыққан Гракон сапосы қалды. Оны келесі видеода міндетті түрде тексеріп көретін боламыз. Ал қазір 595 аппаратымен липкасы шашып көрейік, финиш алып келіп қойғанбыз. Соны қазір сұйық етіп дайындап көрейік, мүмкін шашып кететін шығар. Финиш дайындап, пистолетпен аппараттың ішіне фильтрді алып тастайық та шашып көрейік. Сонымен біздің аппаратымыз лифкасқа дайын, лифкасты бір шелек дайындадық. Ішіндегі мынандай фильтрді алып тастадық, аппараттың ішіндегі, пистолеттің ішіндегі фильтрді алып тастадық. Краска шығып дайын тұр ғой, иә? Yes. Бастаймыз, шашамыз. Шашып тұр негізі красканы. Сіздерге ұнай ма жоқ па көрейік қалай шашқан. Пистолетті 517 сапуын алып, 527 сапуы қойдық.
Астынан жақ қойып қойсақ та болатын сияқты бетін. О, келді. Саплау бітел. Біраз жұмыс істеді. Бітелмейсті де. Бітеліп қанша керек еді по проекту, Қанша квадрат болды ма? Кәдімгі шашып тұр, Тартып көрейік ақырын, Бола ма, болмай ма? Пісім ола. Сұйық екен әлі. Сұйық. Мынау мен ойынша бір кебу керек те. Кепкенен тағы сұйық. Ой, Диас сен осы білмейтін болса ғой. Қошмамбет Илон Масктың өзі. Оданша битек басқа поверхностьқа шық. Мұның артында өйткені водоэмульсия тұр да, оның өзі кеппеген. Сол үшін қазір өзіне тартпай жетір да суын. Ана жерде гипсовый штукатурка тұр ғой. Бетіне шашып көрші. Жылдам қатып болады. Қызық, 595 ливка шаша деген. Біз оны тек краскаге деп айтып жүрміз. 595-тен бізде көп қойсық қуатты. Адыш мақтайықшы. Кішкене дұрыс. Бәрі қалың жауы. Бірден өзіне тартып алған мүмкін керек. Сұйық. И просто наш шпатель нашыр да. Жұмыс өнімділігі қанша болып тұрын мына жерге дейін шашқанша қанша уақыт кетті саған? Қолмен жақсы қанша болатын еді? Ондайда жұқа деп айта алмайсың десін. 2-3 рет жүріп өттің ғой сен үстіне. Ливкасы өзі осындай қалыңдықта жағылмай ма? Міне. Осы 595 мен ливкасы шаштық бірінші. Ливкасы шаша береді екен. Екі пистолетпен покрасын қиналмай шашты, ливкасты шашты. Ливкасты шашып тұр, бірақ жұмыс өнімділігі сіздерге ұнай ма жоқ па, оны өздерін шешесіздер. Бірақ ливкасын кез келген түрін деп айта алмаймыз. Біз тек финишті ғана шашып көрдік қой. Сызықтардан құтыламадық қой, артына сызықтар көрдім. Мороженый сияқты келмейді ма? Красканы енді шашуға болатын сияқты, бірақ ливкасы жағалатын адамдар болмаса, аппарат шашып береді, ары қарай әдемілеп тегістеуге білмеймін. Мүмкін осылай қалып, кейін осыны шүкіркілеу керек па? Что-то мен көңіліме шықпай жатыр өзім жұмысым. Сонымен бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Бүгінгі видеомыз қорытындыласақ, онда 595 аппаратымен біз 2 пистолетпен де бір уақытта краска шашып көрдік, водоэмульсия. Қиналмай шашты, өте жақсы. Және сонымен қатар ливкас шашып көрдік. Ливкас болғанда да ол финиш, Alinex'тің финиші. Мүмкін глад, басқа абат сияқты сместерді мүмкін шаша алмауы да мүмкін. Оны енді біздің офисіміздің артындағы складтағы демонстрацияға келіп өздеріңіз көзбен көрсеңіздер де болады. Тағы да ливкас шашуын шашты, бірақ жұмыс өнімділігі сіздерге ұнай ма жоқ па оны білмедік. Қолмен салыстырғанда мүмкін бірдей болуы да мүмкін, жұмыс өнімділігі мүмкін жылдам болуы мүмкін. Ол туралы да білгілеріңіз келсе, біздің Мақатаев 158-де орналасқан Алматыдағы адресімізге келіп, осы 595 аппаратымен ливкасты қолмен жағып, аппаратпен жаққандағы айырмашылығын көрсеңіздер болады. Сонымен қатар ол жерде 595 аппаратынан бөлек 1295 және штукатурный станция болады, окси G3 деген шлиф машинка болады. Сол инструменттердің демонстрациясына
кез келген уақытта тегін қатыса аласыздар. Видеоны көңіл бөліп соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.